Сәлеметсіздер ме? Тұрғын үй бағдарламасы бойынша өтініш беру үшін Жилфонд сайтындағы өтініш беру батырмасын басамыз. Өтініш берушінің деректерін тексеру үшін алдымен иін теріп жазамыз. Иінді толық теріп жазып болғаннан кейін тексеру батырмасын басамыз. Сол арқылы біздің данныйларымыз шығады. Әрі қарай өзіміздің email почтамыздың адресін жазамыз, данныйын яғни. Сонан соң сотовый номер, телефон номеріміздің номерін теріп жазамыз. +7 арқылы. Қарай Қазақстан Республикасы бойынша өзіне және отбасы мүшелеріне жылжымайтын мүліктің болмауы туралы анықтаманы жүктеу үшін сілтеме басу арқылы дайын тұрған құжатты белгілеп ашамыз, сосын ол өзі жүктеледі. Әрі қарай отбасы құрамы, үйленбеген болсаңыз, ажырасқан немесе жесір болсаңыз, осы кнопканы басу арқылы әрі қарай толтыра бересіз. Егер де үйленген болсаңыз, жұбайыңыздың иін жазасыз және астына данныйын, аты жөнін жазасыз. Сонан соң некеде кіммен тұрдыңыз, сол кісімен қай жылы тұрдыңыз, соның уақытын толтыру қажет. Яғни күні, айы, жылы. Сосын неке туралы куәліктің сканерленген түрін жүктеу сілтемесін басу арқылы жүктейсіз. Әрі қарай балаларыңыз болса белгіні басып, олардың данныйларын, яғни алдымен иін, сонан соң баланың аты жөнін толтырасыз. Егер де балаларыңыз болмаған жағдайда бұл графаны толтырмай қалдырып кетесіз. Баланың иіні мен аты жөнін жазып болған соң, туу туралы куәліктің сканерленген түрін сілтемені басу арқылы жүктейміз. Бір емес бірнеше балаларыңыз болса, баланы қосу сілтемесін басу арқылы келесі балалардың данныйын толтырып және де солай туу туралы куәліктің сканерленген түрін жүктейміз. Әрі қарай білім деңгейін көрсетесіз, орта, арнайы немесе жоғары оқу орны деген сияқты графаны таңдайсыз. Сілтемені басу арқылы дипломның сканерленген түрін жүктейсіз. Сіздің мамандығыңыз 100 сұранысқа ие мамандықтардың қатарына кіреді ме? Деген жерде иә немесе жоқ деген батырманы басасыз. Иә деген кезінде негізі мұнда шығу керек бірнеше мамандықтар. Бұл жерде қазір көрінбей тұр, база дұрыс істемей тұрғандықтан. Соны өзіңіз таңдап аласыз, немесе сіздің мамандығыңыз ол жерде жоқ болса, жоқ деген батырманы басасыз. Сонан соң жұмыспен қамту және еңбек өтілі, жұмыс орнынан анықтама, яғни сол анықтаманы жүктеу сілтемесін басу арқылы жүктейсіз. Сіз қазір немесе бұрын мемлекеттік органда жұмыс істейсіз бе деген жерде иә деген батырманы бассаңыз, ұйымның атауы мен қай күн аралығында жасағанын және де қазіргі уақытта жұмыс істемейтініңізді толтырасыз. Жоқ болса жоқ деп батырманы басып әрі қарай жалғастырасыз. 5-ші қадам жеке кәсіпкерлікте де дәл солай, иә жоқ екенін таңдап әрі қарай толтырасыз. Жинақ шоты, депозитіңіз бар болса, жинақ мерзімін көрсетесіз неше жыл екен және де анықтаманы сол жерге сілтемені басу арқылы жүктейсіз. Жоқ болса, жоқ деген батырманы басасыз. Табыс деңгейі, яғни зейнетақы аударымдары туралы анықтаманы сілтемені басу арқылы жүктейсіз. Келесі банктік шот, яғни банктік шотыңыздың номері туралы анықтаманы сілтемені басу арқылы жүктейсіз. 42.500 теңге алған болсаңыз, оның қалдығы мен қозғалысы туралы үзіндінің көшірмесін сілтеме арқылы жүктейсіз. Жеке жетістіктері, яғни жеке жетістіктеріңіз болса, сол анықтаманы, сол құжаттарды сілтеме арқылы жүктейсіз. Жоқ болса, жоқ деген батырманы басасыз. Қосымша құжаттар, сізде немесе сіздің отбасы мүшелеріңізде мүгедектік бар ма? Иә, жоқ деген батырманы басып таңдайсыз. Сосын нысанды тексеру, яғни сіз ештеңе ұмытқан жоқсыз ба? Соның барлығын база өзі тексереді. Нені ұмыттыңыз, не салу керек, барлығын осында жазып қояды. Кемшіліктерді тауып, әрі қарай толықтырасыз. Бізге жаңағы ескертуде жазылғандағыдай неке туралы куәлікті сканерленген түрін жүктеуді ұмытып кеттік. Соны жүктеу сілтемесін басу арқылы жүктейміз және де қалған кемшіліктерді толықтырамыз. Барлық құжатты жүктеп, толықтырып бітіргеннен соң
нысанды тексеру батырмасын тағы басамыз. Бұл жерде яғни бұл нысандар дұрыс толтырылған деп әрі қарай ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді тексеру мен оны пайдалануға келісіп, қол қою және жіберу батырмасын басамыз. Сосын электрондық цифрлық қолтаңбаны сақталған орнын таңдап, растау батырмасын басу арқылы өтінішті жібереміз. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздерге қосымша мәлімет, яғни Қазақстан Республикасы бойынша өзіне және отбасы мүшелеріне арналған жылжымайтын мүліктің болмауы туралы анықтаманы барлығын біріктіріп, бір папка ретінде, құжат ретінде сохранить ету үшін осылай как бесплатно объединить файлы PDF дегенді интернеттен таңдайсыз. Соның ішінде онлайн түрі бар, яғни сразу жасап береді. Сол жерден выбрать PDF файлы деп, сіздің жаңағы отбасыңызда неше адам бар, соның барлықтарының справкасын біріктіресіз. Мысалға 3 адам болса, яғни өзіңіз, жолдасыңыз, сосын балаңыз. Неше адам, соның санын таңдап, открыть, яғни ашу сілтемесін басасыз. Олар жүктеледі жаңағы сайтқа. Әрі қарай автоматом онлайн түрінде сізге бір құжат етіп дайындап береді. Дайын болған құжатты өзіңізге қайтадан компьютерге жүктейсіз, жаңағы тұрған папкаге, бірақ уже басқа атпен, мысалға форма 6 F66 деп сохранить еттік. Соны жаңағы справка қажет еткен жерге, сілтемеге тіркесеңіз болады. Бұл видеоның сізге көп көмегі тиеді деген үміттеміз. Біздің каналға жазылып, подписация, яғни тіркелу батырмасын басу арқылы тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаны басып қойсаңыз, өте қуанышты болар едік. YouTube арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.